Денің сау бола тұра, бала көтермеуге әрекет жасауға бола ма, отбасы жағдайына байланысты дейді. Ден саулыққа байланысты ғана адам баладан тоқтатуына болады. Отбасы жағдай дегені енді әртүрлі мағына. Егер мысалы мен бағамаймын, бағатын ақшам жоқ десеңіз, онда рызықты беретін Құдай екенін ұмытпаңыз. Отбасы жағдай деп мен енді білмеймін. Одан басқа жағдайды енді көз алдыма бірден қаперіме келмей тұр, кешіріңіздер. Енді күніге жаңағыдай әкесі де анасы да екеуміз ішетін едік. Сонымен ана баланы қайта-қайта туып, оны да алқашқыла бергеннен көрі тумауды біз шештік десеңіз, енді бір ақылға келетін мәселе. Дегенмен арағыңызды тоқтатқаныңыз жақсы болады енді отбасы мәселесі бойынша. Одан бөлек енді отбасы мәселесін мен түсіне алмадым, кешіріңіз. Отбасы мәселесini үшін енді мүмкін мен қаперімнен кетіп тұрған шығар, мүмкін дұрыс ұға алмай тұрмын. Бірақ енді ананың денсаулығын күту үшін жаңағыдай бала босану, бала көтеру мәселесін аздап шегере тұрсаңыз болады. Қазір енді экология дейміз, басқа дейміз, әйел кісілер өте әлсіз болып келе жатыр. Сол мәселелерді назарға тұтып, бірақ ақша мәселесі, басқа мәселелерді сылтау қылуға болмайды, бауырлар.